Саламатсыздар ма достар? Менің аты жөнім Спанкулов Маулен, мен заңгермін. Бүгінгі біздің видеода мен осы 42500 пособиясын заңсыз түрде алған адамдарға, яғни доходтары бар болса да, соның өзіне 42500-ге заявка беріп, осы пособияны алған адамдарды қандай жауапкершілік күтіп тұруы мүмкін екенін айтып кеткім келеді. Маған қазір көптеген сұрақтар қойылып жатыр. Осы 42500 теңгені алып, содан кейін барып оны қайтарам ба, қайтармайым ба деген осындай көптеген сұрақтар туындап жатыр. Осы сұрақтарға жауап берместен бұрын мен айтып кеткім келеді. Осы менің YouTube каналыма подписка жасай салыңыздар. Заңда болып жатқан бүкіл өзгерістерді осы менің YouTube каналым арқылы біліп жүресіздер. Министр труда и социальной защиты населения деген бар, яғни еңбек министрі. Осы бізде еңбек министрі айтып кеткен болатын, сіздер осы заявка жібергенде бүкіл ақпараттың барлығына өздеріңіз жауапкершіліктесіз деп. Ол яғни не деген сөз? Мемлекетке жалған ақпарат жіберіп пособия алған жағдайда, сіздерді мемлекет тексеріп соны білген жағдайда, сіздер жауапкершілікті өз мойныңызбен көтересіздер. Жалған ақпаратты беріп арқылы сіздер пособияны алу, ол алаяқтылықпен тең, яғни мошенничествомен. Бізде мошенничество, алаяқтық, ол Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190 бабында көрсетілген, яғни осы алаяқтық біреудің мүлкін жымқыру, алдау, немесе осы біреудің сеніміне, яғни довериясына кіріп, соның мүлкін тартып алу. Соған байланысты негізі осы статья 190 бап Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің осы пособияға негізі прям келіп тұр, негізі былай айтқанда. Бірақ менің ойымша негізі осы 42500 теңгеге бола негізі адамдардың барлығын осы қылмысқа негізі жауапкершілікке тартады деп мен ойламаймын. Бірақ негізі сонда да бір кішкене риск бар. Шыны керек, 100%-ың ішінде даже 1% риск болса да, ол негізі ол риск. Негізі ертең осындай жағдайға байланысты алаяқтықта, осы қылмыстық жағдайға бәрін жауапкершілікке тартпау үшін өз-өзіңіздеріңіз алдын ала ойланып, негізі осы 42500-ді қайтарғандарыңыз дұрыс. Егер осы заңсыз түрде, яғни жала ақпарат беріп, осы пособияны алып алған адамдар. Сіздерге осы алаяқтықпен осы в будущем сіздерге қылмыстық жауапкершілікке тартқан жағдайда сіздерге 1000 МРП штраф төлейсіздер, немесе 2 жыл бас бостандығынан айырылуларыңыз мүмкін. Соған байланысты өздеріңіз осы доходтарыңыз бар адамдар негізі осы ақшаны қайтадан мемлекетке қайтарғандарыңыз дұрыс. Осы мемлекетке осы 42500-ді қайтару, ол негізі Каспи приложениясымен ақ негізі қайтарсаңыздар болады. Негізі осы Каспи приложениясымен қалай қайтару керек екендігін мен сіздерге қазіргі кезде көрсететін боламын. Ең алдымен өздеріңіздің телефондарыңызды қолға аласыздар, содан кейін барып Каспи приложенияға кіресіздер. Міне Каспи приложенияға кіреміз. Өздеріңіздің атына кіресіздер. Одан кейін мына сол жақтағы ең үстіндегі 3 таяқшаны басамыз, қызыл. Содан кейін барып, міне платежи дегенге басамыз. Платежиға басқаннан кейін, что хотите оплатить. Поисққа жазамыз мына жерде, возврат деп. Міне, возврат социальной помощи. Осыған басқан жағдайда сіздердің иініңіз автоматически шығады. Осыны бір көріп тексеріп алыңыздар, содан кейін барып продолжитті басасыз. Міне, өздеріңіздің аты-жөндеріңіз иін к оплате міне 42500 теңге деп тұр. Осының астында выбрать счет для оплаты деп тұрады. Соған бассаңыз, өзіңіздің счетыңызға қай жерге 42500 түсті, сол счетты басып, сол жерден 42500 теңгені басып таңдайсыздар, содан кейін барып к оплате 42500 деп басасыздар. Сол жағдайда сіздің 42500 теңгеңіз автоматически қайтадан мемлекетке қайтарылады. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сонымен осы біздің видеомыз аяқталды. Сау болыңыздар.